қалдарыңыз қалай? Амансыздар ма? Бүгінгі менің жаңа мастер-классыма қош келіпсіздер. Бүгінгі менің мастер-классым мынау менің Deluxe Уют Маркет парақшамдағы Айтолқын атты оқырманыма арналады. Бұл кісі менен осы сидушканың мастер-классы бар ма деп жазып қойыпты. Сол кісіге бүгін мінеки Алла нәсіп етіп бұйырып тұр екен. Сұрауы бойынша керемет сидушка тігіп шығаруыма себеп болып тұр. Айтолқын, бүгінгі мастер-класс сіздің құрметіңізге, ал енді қабыл алыңыздар. Бізге сидушкаге не керек? Ең бастысы бізге біздің жақсы көретін стеганный велюрымыз керек. Любой, қандай түс. Өзіңіздің стульчигіңізге, орындығыңызға подсвет қылып таңдасаңыз болады. Обойыңызға подсвет қылып таңдасаңыз болады, серый түс қылып. Болмаса пердеңізбен бірдей қыласыз ба? Дастарханыңыздың серебристый стразайсы мен серебристый кружевасы бар болса, соған үйлестіріп, осындай серый түсінен тігіп шықсаңыздар болады. Жалпы бұл жерде түсті әр қайсымыз өзіміз таңдаймыз. Мен тек қана бұның қалай тігілуін сіздерге оңай жолын көрсетіп беріп кетемін. Ал бүгінгі жаңа мастер-классымды Алла разылығы үшін сіздерге тамшыдай пайдам тисін деген ниетпен түсіруге ниет еттім. Қабыл алыңыздар, құрметті көрермендер. Ал енді бастайық. Бізге не керек? Бізге мінеки мынандай стеганный велюрдан қалып қойған, міне қалдық. Мына жерде примерно 1 метр бар, міне. 1 метрден 2 сидушка шығатындай. Мына жағынан 70 қалып қойған. Енді осыдан 2 сидушка шығарамыз, 2 орындыққа. Бірінші бір орындықтықын көрсетіп алайын. Бұған міне сидушкамыздың басты матасы керек. Оның айналасына желбір қып тігетін однотонный өзіне мінеки сәйкес түсті таңдадым. Мына жағынан, мына ворсына всегда мән береміз, қыздар, міне. Серый, темно-серый однотонный велюр алдым. Оның айналасына мынандай әдемі керемет тесьма алдым. Былайына мінеки тігілетін. Және екі түрлі қылып жасаймыз. Біреуін тесьмамен, біреуін міне кружевамен, мынандай жіңішке кружевамен өстіп мына сидушкамыздың айналасын өрнектеп шығатын боламыз. Мінеки, бүгінгі мастер-классымды соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Өйткені қызық ішінде лайфхактарды өткізіп алмайсыздар. Және де зейіндеріңізді ашасыздар. Менің мастер-классыммен оңай және тез тігіп үйреніп кетесіздер, табысты боласыздар. Айналаңызға тамшыдай болса да пайдалы боласыздар. Мінеки, құрметті көрермендер, біздің стеганный велюрдің астарын білесіздер, осындай тайып кетпейтін тармазок матамен көктелген, міне. Ортасында әдемі қылып мінеки бір қалыпта синтефоны салынған өте сапалы мата. Енді мен стульчигімнің бетін, орындығымның бетін қағазға өлшеп тұрып, міне трафарет қылып, міне сызып алдым. Ручкамен сыздым, сіздерге көрінсін деп, мінеки. Дәл осылай қылып сызып аласыз. Осыны алып, тағы бір матаның бетіне қойып сызып алып, бірден пішіп аласыз. Енді осыны міне контурмен бірде қылып қиып кете береміз, осының үстімен. Мінеки, жаңағы матадан мынанша ауысып қалды. Енді мінеки біздің сидушкамыздың түрі дайын болды. Оңай және тез. Енді осының айналасын бағанағы біздің однотонный велюрден білесіздер, 4 сантиметрдей қиып алып, мына жағын бірінші көктеп аламыз айналасын. Көктеп болғаннан кейін біз я желбір саламыз, я болмаса міне мынандай тесьмалар бар, қыздар, базарда. Бұлар метрі 150-200 теңге, міне. Айналасын осылай өрнектеп шықсаңыз болады. Болмаса мінеки мынандай керемет тесьмалар да бар. Міне, осылай айналдырып шығасыз. Әдемі сидушка болады. Міне.
Ал болмаса жаңағыдай желбір де салып көрсетемін. Желбірдің ұзындығы примерно 15 сантиметр ала отырып, былайынан алып кетіп, бүйтіп айналдырып шығамыз да, үстіне тесма басамыз. Ал енді сіздерге ең маңыздысын көрсетейін. Қазір мен мынадан 4 сантиметр қиып аламын. Ал құрметті көрермендер, мінекей мен сидушкамды енді осылайынан қойып аламын, міне. Содан кейін барып, мынау 4 сантиметрлік, 3 сантиметрлік лентамызды мына жағынан қойып алып отыра. Шеттен бүктеп шығамыз, міне. Бастарымен қосып. Мінекей құрметті көрермендер, мен мына айналдырып қиып жатырмын. Міне қайшың мынаны ұстай отыра, қайшыңызды бүйтіп қоя отыра, артығын қиып тастайсыз осылай. Енді қыздар, мінекей мен питек материалдан өтек басып осындай 4 бау жасадым. Ол мынау артқы сиденияның екі жағынан бүйтіп тігіледі, міне. Былайынан тігіледі астына. Бұл орындықтың артына, спинкасына байланатын жер, білесіздер. Міне лентамды 4 сантиметр қылып алдым, өстіп қайырып, міне былайынан тігіп алдым, керемет қылып. Енді қазір тігемін. Мінекей қыздар, мен мына бауларымның ұштарынан да қылып, дұрыс көрінбей тұр, оверлокқа салып алдым, не. Енді қазір мінекей оверлокқа қойып алдым. Сіздерге біреуін көрсетейін. Мінекей осылай отыра. Не оңай және тез. Мына жақтарын бүйтіп қайтарып аламыз. Өзінің түстес жібімен тіккен жақсы. Мына видеода менің телефонымның камерасын кішкене нашар екенін біліп, сіздер үшін міне біреуін осылай қылып көрінетін жіппен тігіп отырған ниетімді дұрыс түсініңіздер. Міне мына жағы жалпақ, мына жағы жіңішке болып келген жағы, ол спинкасы болады. Яғни мына екі шетіне екі бауымызды тігеміз. Қазір тікпейміз. Өйткені біз бірінші сәндік элементіміз тігіп алуымыз керек. Содан кейін барып бауларды тігетін боламыз. Баулар дайын тұр енді. Мінекей, құрметті көрермендер, мен бүйтіп қойып алдым. Міне, былай қағанда ворсты былай түседі. Енді осыны линейкамызды қасымызға алып отырамыз. Кішкене линейка болса өте күшті болады. Сонымен 4 сантиметрден, 5 сантиметрден бүгіп кете береміз. Мінекей. Мінекей, маңдайынан бір келіңкі, бір размерде әдемі складочка жасап жатырмын. Сіздер осыны 10 сантиметр қылсаңыздар да болады. Мына жерден 4 рет қайырсаңыз да болады. Мына жағынан 4 рет қайырсаңыздар болады. Менің өзім міне 1, 2, 3, 4, 5 рет қайырыппын. 5 сантиметрден.
жасағанымда. Құрметті көрермендерім, неге даусыңыз пәс болып тұр десе, арғы жайда балдарым сабақ оқып жатыр. Сол үшін сіздерге жай дауыспен айтып отырғаным сол себепті. Енді қараңыздар, біз міне мәресіне жетіп қалдық. Складкілерімізді мінекей мына екінші жағы сол сияқты мына жағына келгенде тоқтаймыз да қиып тастап, бұл жағында бір қайтарып аламыз. Енді міне последний складканы міне қайыра отырып, қазір мінекей осылай тігіп жатырмын. Өзі мына велюрдің мынандай сызығы тұрады, мынандай майда тоқылған ізімен қиып жіберсеңіз болады, примерно болады. Енді осыны машинкаға бір салып қайтарып аламыз. Мынау әдемі эстетичный вид болу үшін велюрдің көзі бар, тайып кете береді. Ал енді шовымызды бекітеміз. Қатемен жұмыс, мына жақты қайтадан сөгітіп жібердім. Өйткені тым көп алып жіберген екем. Ол үшін мына екі жақ бірдей болу үшін екеуін беттестіреміз. Беттестіргенде мінекей мынау ортасы болып тұр. Мынау қай жерге келіп тұр? Мынау дәл сол жерге әкеліп ине тығып аламыз мына жағымызға. Міне осы жерден дәл осы жерге келгенде біздің мына складкамыз қайырылу керек. Міне енді соны жасаймыз қазір. Міне мына инеме келген жер мына жақпен бірдей симметрия болу үшін міне осылай алдым. Енді бірінші мына жағын бетіп қайырып тігіп аламын да, содан кейін барып осы жерге дейін әкелуім керек. Міне. Қазір енді тағы да бір рет көреміз. Екі жағы симметрично болды ма, болмады ма. Мінекей құрметті көрермендер, біздің мына ақырғы сәндік элементіміз осы мына желбірдің үстіне әдемілеп осы 4 сантиметрлік кружевамызды ернегіне тігіп шығамыз. Керемет қылып. Ал егерде ондай кружева тіккіңіз келмесе, бағана айтып кеткендей, дәл осы жерге мынандай қылып тесьманы тігіп шықсаңыз да әдемі болып көрінеді. Міне. Мінекей. Көріп тұрсыздар ма, қандай үйлесімділік. Бірақ мен жаңағы өзімнің оқырманым Инстаграмда Deluxe Уют Маркет Инстаграмда оқырманымның құрметіне осы мастер-класс түсіріп отырмын. Сол үшін ол кісі кружева тігілген әдемі сәнді сидушка сұрағандықтан біз осыны жасап шығаруға, ең қиын жолын жасап шығаруға шешім қабылдадым. Қыздар, мінекей, қазір көретін боласыздар біздің сәндік элементіміздің ақырғы видеоларын. Мастер-класстан ұзамаңыздар, әлі бау тігеміз. Мінекей қыздар, камераны жақындатайын. Осылай қылып қойып алдым. Енді міне мынаны бүйтіп былай қаратып қайыра отырып, мына жерден тігіс түсіруіміз керек. Ал мынау тесімамыз былайынан тұрып, міне мына жағынан тігілу керек, міне мынаның үстімен. Сол мақсатта ұстай отырып, машинкаға көмектесе отырып тігеміз. Ал мен дайындап қойдым, қыздар. Мынаусын бүйтіп қолмен тарта отырып, міне мына жерден түсуіміз керек. Сол кезде әдемі болады. Міне. Кружевамды қойып алдым. Енді қыздар, міне бауын тігеміз. Бауды сол мына жақтан екеуін қоса отыра, мінекей мына жерге тіге саламыз. Не дәл мына жердің мына
бітті ғой мына жер. Соның дәл сол жеріне, міне біткен жеріне, мына үстіне емес, өте қалың болып кетеді қыздар. Міне біткен жеріне. Өйткені осы жерде ағаш тұрады. Сол үшін біз мынаны тоқтаттық. Енді жақсылап қойып аламыз. Мінекей, артық жіптерді қиып тастаймыз қыздар. Мына қараңыздар, әдемі бау болды, өте симпатичный. Біздің сидушкамыздың бауы. Енді екінші жағын да дәл солай қылып тігіп аламыз. Мінекей. Болды, мінекей, енді артық жіптерді қиып тастаймыз. Ал енді сіздермен нәтижемен бөлісейін. Аллаға шүкір, сидушкамды тіктім. Мінекей қыздар, екі бауы бар. Мінекей, әдемі сидушкамыз дайын болды. Міне, менің оқырманымның құрметіне бүгін міне шығарамын. Алланың разылығы үшін сіздерге тамшыдай пайдам тисін деген ниетпен міне осы сидушкамды тігіп шығардым. Мінекей, стеганый велюрдан керемет қылып өздеріңіздің үйлеріңізге да стульчиктеріңізге тігіп бастан сөйтіп үйреніңіздер, кейін табыс табатын боласыздар солай. Ал менің мастер-классымды соңына дейін көрген көрермендеріме алғысым шексіз. Зейіндеріңіз ашылсын, білімдеріңіз өсіп, өнерлеріңіз кемелденсін деймін. Білімдеріңіз тереңделсін. Мінекей, құрметті көрермендерім, рахмет сіздерге. Сіздер менімен бірге болып осы видеоны ақырына дейін көріп, лайк басып, бағалап